рух және оның бір тәннен екінші тәнге өту мәселесі. Кейбір жандар адам баласы дүниеден өткеннен кейін оның рухы басқа бір денеге өтіп, сонан соң ол өмірге қайта келіп тіршілік жасайды деп сенеді. Бұл пікір әлемдегі көптеген діндердің сенімінде бар. Батыс әдебиетінде бұл мағынада метемпсихосис және трансмигрейшн терминдері қолданылады. Ал ислами әдебиетте танасух, яғни реинкарнация термині қолданылады. Трансмигрейшн түріндегі сенімдер солтүстік пен оңтүстік Америкада кеңінен таралған. Олардың сенімдері бойынша адам рухы хайуанға өтеді. Оңтүстік Африканың барту тайпаларының сенімі бойынша өлген адамдардың рухтары тайпаны аралап, айналып жүреді және қайтадан дүниеге келе береді. Рух көші пікіріне байланысты ең ескі мағлұматтар индуизмнен кейін келген. Индуизм діні біздің эрамызға дейінгі шамамен 1500-2000 жылдары құрылған. Бұл дін жергілікті халықтың сенімі, әдет-ғұрпымен Шығыс Еуропадан көшіп келген арий тайпасының діни сенімі мен әдет-ғұрпының араласуы нәтижесінде пайда болған. Олардың сенімі бойынша адам табиғатқа тәуелді емес, онда рухтың екінші бір тәнге өтуі сенімінің пайда болуына Индиядағы касталик жүйенің әсері болған. Бұл жүйе бойынша адамдар төртке бөлінеді: брахмандар, дін адымдары; каштрия, хан ұрпағы; вайсия, саудагерлер, қолөнерші; шудра, шаруалар. Бұл түбегейлі қалыптасқан өз сүрелері мен өз бастауы бар жүйе. Мұның тарихына сәл шегініс жасайық. Сол кезеңде Индиядағы шаруа халықтың брахмандар мен каштриялар аяусыз қанап айтарлықтай күйзеліске ұшыратқан болатын. Әлбетте бұған көпшіліктің наразылығы өрши түседі де, қанаушылық ызғары сезілген қауіпті қарсылықтың алдын алу жолдары қарастырылады. Халықты күшпен тоқтата алмайтындығына көзі жеткен брахмандар оларды діни жолмен тоқтатуға ұйғарады. Сөйтіп олар касталық жүйе сенімін, яғни адамның өмірге қайта келетіндігі жайында сенімді іске қосады. Бұл сенім бойынша адамның бұл дүниедегі жағдайы оның одан бұрынғы өміріндегі істеген ісінің нәтижесі. Адамның дүниеге дін адамы, хан, ғалым не шаруа болып келуі өз қолында. Егер де қиыншылық көріп жүрсең, ол сенің рухыңның кінәсі. Өйткені сен бұға дейінгі өміріңде жаманшылықты көп жасағансың. Өмірде жаманшылықты көбірек жасасаң, оның жазасы ретінде екінші рет дүниеге келгенде хайуан дүниесіне өтесің. Жаза мерзімі біткен соң рух қайтадан адам денесіне өтеді. Сондықтан хайуанаттар жәбірлеуді де абай болу керек. Бәлкім ол сенің жақын туысың шығар. Осы сенімді сәтті пайдаланған брахмандар халықтың бас көтеруін тоқтатып шаруаларға өз дегендерін істеді. Содан кейін өте келе бұл сенім әбден орнығып индуизм дінінің негізін танымдық терегіне айналған. Индиядан бастау алған бұл сенім бертін келе сол аймақтағы елдерге кеңінен тарай бастады. Сол Индияда пайда болған буддизм дінінде алғашында мұндай сенім болмаған. Кейінірек индуизмнің ықпалы арқылы бұл сенім буддизмге де орныққан. Дәстүрлі будда дініндегі будданың 24 рет будда болып дүниеге қайта келу жөніндегі сенімнің бұрышы осында жатыр. Яхуди мистицизмде рух сөзіне қатысты гилгал термині қолданылады. Бұл сенім яхудилердің сопылық ағымдарында 17 ғасырдан кейін тарай бастады. Олар адамның рухының басқа тәнге өтумен бірге Тәңірдің де адам ішіне енетіндігіне сенім артты. Нәтижесінде Тәңірі алғашында адам атаға, содан кейін Шит пен Мұса алейхиссалам пайғамбардың денесіне рух ретінде кірген деген сенім қалыптасады. Гректерде рухтың өлімсіз екеніне және бір тәннен екінші тәнге өтетіндігіне сенеді. Асылында бұл доктринаның негізін қалаушы біздің эрамызға дейінгі 7 ғасырда өмір сүрген әйгілі философ Пифагордың шәкірті Фересайдес болатын. Соңғы зерттеу нәтижелеріне қарап отырсақ, әлем діндерінің сенім жүйесінде рухтың бір тәннен келесі бір тәнге өту түсінігіне деген сенімнің жеткілікті екенін аңғаруға болады. Ең соңғы хақ дін исламда да мұндай сенімдегі ағымдар мен жекелеген тұлғалық пікірлер кездеспейді емес. Рух сөзінің мағынасы жан, күш деген ұғым түсініктерге келеді. Көпше түрі әруақ. Әрбір мұсылманның рухтың бар екендігіне сенуі шарт. Өйткені Құран аяттары мен рухтың бар екендігі мен Аллахның тағаланың әміріне болатындығын, өлгеннен кейін соң басқа бір әлемге баратындығынан хабар береді. Ислами жүйе бойынша таратып айтсақ, рух сөзі көбіне үш мағынада қолданылады.
бірінші Жәбірейіл періштенің аты ретінде, екінші уахи мағынасында, үшінші жандыларда тіршілік көзі болып табылатын күш мағынасында. Рух жайында тартыстар мен түрлі пікір қайшылықтар ғасырдан ғасырға жылжып жалғасып келеді. Солардың бірі исламның бастапқы кезеңіндегі ғалымдардың айтуы бойынша рух тәңірі жағынан бір құпия және адам оны жетік меңгере алмайды. Өйткені Исра сүресінің 85-ші аятында «Әй Мұхаммед, сенен рухтың не екенін сұрайды. Айт, рух Раббымыздың әмірінде. Бұл жайында сіздерге өте аз мағлұмат берілген» делінген. Пайғамбарымыздың саллаллаху алейхи уассалам айтуы бойынша өлген адамның артынан оқылған Құранның жасалған жақсылықтың сауабы сол адамға тиеді. Бірақ рухтардың адаммен қарым-қатынасында болатындығы жайында ешқандай аят не хадис жоқ. Адамның ғайып әлемімен байланысы тікелей Аллах тағаланың жіберген періштесі немесе жын шайтандар арқылы болады. Олардың рух деп айтып жүргендері жын мен шайтандар. Жын мен шайтандар адамдар арасында өздеріне жақын кісілерге хабар беріп отыратындығы аят пен хадисте айтылған. Құранда тыңшылық істеп періштелердің сөздерін таситын жын шайтандардың болатындығын және бұл естігендерін көріпкел бақшыларға жеткізетінін туралы мәлімет бар. Осы хабарларды көбіне өтірік араластыратындығы мен олардың мәлімет ұрлауына кедергі болу үшін от ұшқындары жіберілетіндігі айтылады. Хазіреті Айшадан жеткен риуаят бойынша пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам періштелер бұлттардың ішіне түседі және көкте болғандарды әңгімелеседі. Шайтандар осы кезде құлақ салып тыңдап естіген хабарларын көріпкелге жеткізеді. Өздері де көптеген өтіріктер қосады деген. Жындар мен шайтандар адамдарды әсерлеп кейде сиқыршы мен көріпкелді және рух шақырушы кісілерді таңдайды. Дініміз бойынша мұндай іспен айналысатындардан хабар алу ширк болып есептеледі. Өйткені келешекте Аллахтың өзге ешкім білмейді. Құранда ғайыпты тек қана Аллах біледі деген. Демек, мұндай іспен айналысудың харамның аталуына ат ізін салғанмен айырмасы жоқ. Бақара сүресінің 28-ші аятында сіздер өлі болған кездеріңізде тірілткен Аллахты қалай мойындамайсыздар? Сонан кейін сіздерді өлтіреді және қайта тірілтеді. Соңында оған барасыңдар аяты мен Мөмин сүресінің 11-ші аятында мойындамағандар болса былай дейді: Раббымыз, бізді 2 рет өлтіріп 2 рет тірілттің. Біз де күнәларымызды мойындамадық. Осы оттан шығу үшін бір жол бар ма? Делінген. Аятта 2 рет өлу мен 2 рет тірілу мәселесі айтылатындығы рас. Аталмыш ғалымдар осы аятты басты негіз ала отырып, не өлгеннен кейін қайта тірілудің болатындығын дәлелдеуге тырысады. Асылында осы екі аяттың мағынасына бойласақ, оның өмірге қайта келумен ешқандай байланысы жоқ. Бірінші аяттың мағынасы адамның алғаш рет балшықтан жаратылатындығы, өлі сипатына Аллах тағаланың жан беретіндігімен байланысты. Соң дүниеге келген адам дәм тұзы бітіп қайтыс болып ақыретте Аллахтың әмірімен қайта тіріледі. Ал екінші аяттың мағынасы бойынша кәпірлердің тозақ отына шыдай алмай жанып кететіндігімен байланысты. Өлген кәпірлер азаптан құтыла алмайды, істеген күнәларының жазасын тарту үшін қайта тіріледі. Бұл жайында басқа да аяттар айтылады. Мәселен, мына аят: кәпірлердің баратын жері мәңгілік тозақ делінсе, кәпірлердің азапталу жайында Ниса сүресінің 56-шы аятында олардың отқа тастаймыз және тірілері жанып жоқ болғанда азапты тарту үшін терілерін жаңартамыз деп сипаттайды. Хадистерде де оларға жаханнам деген атау берілген. Мұндай кісілердің жаханнамда жанып көмір болатындығы және азапталу үшін қайта тірілетіндігін білдіреді. Құранда дәлірегі Мөминун сүресінің 99-100 аяттарында өлген адамның о дүниеде азапты көргеннен кейін Аллахтан бұл дүниеге шынайы құлшылық ету үшін қайта жіберуін сұрап жалбарынатындығы жайында айтылады. Аятта мұның жауабы да айқын: пенденің тілегі әлбетте орындалмайды, себебі Аллахтың қалауымен өлген жанның рухы дүние мен ақырет әлемі арасындағы барзақ көмескі әлеміне жіберіліп ақыретке дейін сонда болады. Осы мәселеге байланысты оқиғаларды баспасөз беттерінен кездестіруге болады. Бірақ осы мақалалардың көпшілігі өліп тірілу, ол дүниеге барып келу, онда әруақтардың бар екендігі сияқты тар тақырыптарда жазылған. Ұйқыда адамның өліп тірілу және о дүниеге барып келулері бек мүмкін. Өйткені ұйқы кіші өлім болып есептеледі. Ұйқы кезіндегі адамның рухы басқа рухтармен көрісіп көзге көрінбейтін әлемді шарлап келе алады.
Құранда да ұйқыда жатқан адамдардың рухтары жиып алып өмірі біткендердің рухын кері қайтармайды, қалған рухтарды кері қайтарылатындығы жайында мәліметтер бар. Жалпы рухтың денеден денеге көшіп туралы сенімнің ешбір негізі жоқ деуге болады. Егер адам өмірге қайта келуді қабыл етсе, қайта тірілген адам бұрынғы өмір сүрген кезін міндетті түрде есіне алуы керек емес пе? Өкінішке қарай, ешкімде де санасында сайрап тұрған өткен өмірі жайлы мұндай ұғым жоқ. Сонымен бірге, бұл сенімді қабыл еткендер адамдар әке-шешеден балаларына өткен рухани және физиологиялық ерекшеліктер мен ұқсастықтарды және әлемдегі халық санының артуы жайында ешқандай жауап бере алмайды. Өйткені олардан сенімінде жүгінсек, өмірге келетін адам саны белгілі. Адам бір орнында айналған доңғалақ секілді қайтадан өмірге келе берсе, халық саны әсте көбеймеу керек емес пе? Ал қазір керісінше адам саны күннен күнге артып келеді. Ал сосын әрбір рухтың өзіне тән мінез құлқы болғандықтан, ол өлгеннен кейін өзіне тән денені қайтып таңдайды. Реинкарнация сенімі бұл сұраққа да жауап бере алмайды. Қысқасы, исламдық һәм қисындық тұрғыдан алғанда да рухтың бір тәннен екінші тәнге өтуі негізсіз мәселе.